Қарағым құрылтайы туралы не білесің? Ол қай кезде болған оқиға? Ол қандай мақсатта ұйымдастырылды? Қарағымда қандай шешімдер қабылданды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қарағым құрылтайы туралы не білесің? Ол қай кезде болған оқиға? Жоңғар шапқыншылығын Шоқан Уәлиханов былай деп сипаттады. 18 ғасырдың алғашқы 10 жылдығы қазақ халқының өміріндегі зобалаң уақыт болды. Жоңғарлар, еділ қалмақтары, жайық қазақтары мен башқұрттар жан-жақтан қазақ ұлыстарын талқандап, малдарын тартып алып, тұтас отбасылармен тұтқынға кетіп отырды. Осындай қиын қыстау заманда халықтың аман қалу үшін бірлік пен ынтымаққа жетеді. Соның көрінісі ретінде Қарағым мен Ордабасы құрылтайларын атап өтуге болады. Қазақ жасақтарының шайқас таласында жеңіске жетуінде құрылтай шешімдерінің маңызы зор болды. Енді сол құрылтайларға жеке тоқталып өтейік. Қарағым құрылтайы қандай мақсатта ұйымдастырылды? 1710 жылы 300 өкілдерінің жоңғар басқыншылығына қарсы күрес мәселесін талқылау мақсатындағы құрылтайға Тәуке хан басшылық жасады. Құрылтай Арал теңізінің солтүстігіндегі Қарағым алқабында өтті. Тәуке хан қазақ жасақтары мен руларын басқаруды құрылымдық тұрғыдан қайта ұйымдастырудың жоспарын ұсынды. Қорғаныс қабілетін нығайту үшін сұлтандар билігін шектеп, 300-ді билер арқылы басқаруға ұмтылды. Жиынға қатысушылардың пікірлері ортақ болған жоқ. Олардың бір бөлігі жоңғарларға бодан болуды жөн көрсе, кейбіреулері артын күтуді ұсынды. Дегенмен, Бөгенбай батыр халықты жоңғарларға қарсы шабуыл жасауға көндірді. Бөгенбай батыр Қарағымда болған құрылтайда таланған көштің, тұтқындалған бала-шағаның бейшара бақылаушысы болып отырмаймыз. Жаудан кек аламыз, өлсек қару ұстап өлеміз. Қыпшақ сарбаздарының жалтарған кезі болды ма? Жаудың зұлымдығына шыдап отыра алмайм. Жауға мінер тұлпар құрып па, сұр жебет олы қорамсап қаңырап бос қалып па? Деп сөз сөйлеп, қазақтардың рухын көтерді. Қарағымда қандай шешімдер қабылданды? Тәуке хан басшылық еткен бұл жиында Төле, Қазбек, Әйтеке билердің ақыл кеңестері мақұлданды. Нәтижесінде құрылтайда бүкіл қазақтық жасақ құру туралы шешім қабылданды. Жоңғар басқыншыларына тойтарыс беруді ұйымдастырған Әбілқайырдың өзі бастаған қазақ жасақтары 1711 жылы жауды шығысқа қарай ығыстырды. 18 ғасырдың 20 жылдарының соңына таманғы кезеңде сыртқы қауіп ішкі өзара қырқыстарды ымыраластырып, бәрін қарсылық көрсетуге бағыттаған кездерде ғана қазақтар жоңғарларға тойтарыс бере алады деп суреттейді тарихшы, этнограф, жазушы Левшин. Левшиннің пікірінен қазақтардың бірлесе отырып жауға тойтарыс беруге мол мүмкіндігінің бар болғанын білеміз. Алайда қазақтардың арасындағы алауыздық пен таққа талас мәселелері жауға қарсы тұруға мүмкіндік бермеді.